кезекті жұмыс бүгінгі сабақта біз жаңа проект құрып және онда тест жасайтын боламыз. Ол үшін проекты бөліміне кіріп, начать новый проект батырмасын басамыз және проектіміздің атын беретін боламыз. Яғни ағылшынша тест сөзін жазып, окей батырмасын басамын. Осылай жазғаннан кейін менде тестке арналған жаңа жұмыс алаңы пайда болады. Ары қарай мен жасауым керек. Яғни қандай немен жұмыс жасаймыз? Бірінші, мен надпис қойып алайын. Надпис қойып, оның атын информатикадан тест деп өзгертейік. Информатикадан тест. Сұрақтары. Осылай жазып болғаннан кейін берілген ширинасын үлкейтейік және шрифті жирный шрифтпен размер 14 сурет қою үшін изображениені әкеліп орналастырып және загрузить файл арқылы біз сақталған суретімізді орналастырамыз. Мен рабочий столда компьютердің суретін сақтап қойдым. Соны алып, открыть, окей батырмасын басамыз. Және суреттің высотасында наполнить родительский окей батырмасын және ширина енінде наполнить родительский таңдап окей батырмасын басамыз. Ары қарай кнопка қойдық. Енді осыған бастау деп жазамыз. Яғни тестінің бастау. Старт. Жазып болдық және біз оны под центру қояйық, ортаға. Бұл бірінші бетіміздің жұмысы. Екінші бетпен жұмыс жасау үшін добавить экран батырмасын басамыз. Скрин 2, окей. Осылай жасағаннан кейін скрин 2 тереземіз пайда болды. Яғни екінші бетімнің. Енді осы бетке біз элементтерді орналастыратын боламыз. Бізге бірінші надпис қажет болады. Надписті әкеліп орналастырамыз. Екінші бетпен жұмыс жасау үшін ең бірінші бізге надпис қажет болады. Ол үшін надписті алып келеміз. Бұл жерде менен, яғни қоятын сұрағымызды жазамыз. Мен мәтіндік және графикалық мәліметтерді компьютердің жедел жадынан қағазға басып шығаруға арналған құрылғы қалай аталады деп сұрақ қойдым. Осылай жазып болғаннан кейін мен высотаны 70 пиксельге қоям. Окей. Және ширинаны наполнить родительский таңдап, наполнить родительский таңдап, окей батырмасын басамын. Осылай жасап болғаннан кейін келесі әрекет бізде расположение бөлімдегі горизонтальный расположениені әкеліп орналастырам. Және оның ішінен мен рисование и анимацияның ішінен холсты әкеліп орналастыратын боламын. Маған қажет 3 холст керек болады. Үшеуін орналастырамын. Және орналастырып болғаннан кейін енді осы жерге қажетті суреттерімізді қоятын боламын. Ол үшін бірінші холсты бірді ерекшелеп, загрузить файл батырмасын басып, выберите файл деген жерден мен принтердің, сканердің суретін алатын боламын. Открыть батырмасын басып, окей батырмасын басамын. Және осының настройкасын өзгерте отырып, фоновый рисункқа сканерді қоямын. Окей батырмасын басамын. Белгілеп, загрузить файл арқылы, яғни принтердің суретін открыть батырмасы арқылы загрузить етемін. Және фоновый рисункқа принтердің суретін қоятын боламын. Окей батырмасын басамын. Высота 100-ге қояйын. 100.
100 өзгертеміз. Келесі холст 1-де де высотаны 100-ге және ширинаны 100-ге қоятын боламыз, 100 пиксельге. Осылай міне біздің сканеріміз және принтеріміз пайда болды. Келесі бізде, яғни сканер холст 1-дің де высотасы мен ширинасын 100 пиксельге және холст 3, яғни принтердің де высотасын, яғни биіктігі мен енін 100 пиксельге өзгерттім. Келесі бізде орындалатын әрекет. Расположение бөліміне кіріп, горизонтальный расположениені орналастырамыз, және ол жерде бізге қажет болады флажок, яғни таңдау үшін бір флажок және екі флажокты әкеліп орналастырамыз қатарынан. Орналастырып болғаннан кейін келесі бізге керек әрекет кнопка. Және мына жерге жазамыз. Бірінші флажокқа текстіне сканер деп жазамыз. Сканер. Екінші флажокқа біз жазамыз принтер деп. Осылай жазып болғаннан кейін екеуінің ортасына холст орналастырсақ болады. Осылай жасап болғаннан кейін келесі бізде әрекет текст для кнопка, яғни кнопканың атын өзгертеміз. Бұл жерде жауапты жіберу, яғни таңдалған жауапты жіберу үшін басылатын кнопка жауапты жіберу деп жазамыз. Бізде әрекет ары қарай жасалатын жауапты жібергеннен кейін горизонтальный расположение орналастырамыз тағы да. Бұл бізге тағы екі кнопкамен жұмыс жасау үшін қажет болады. Кнопка 2 және кнопка 3. Бірінші кнопкаға негізгі бетке өту деп жазамыз. Басты бетке өту, яғни басты бет, бірінші бетімізге өту. Ал екінші кнопкаге келесі бет. Осылай біз текст орнатамыз, себебі жауапты жібергеннен кейін біз дұрыс не дұрыс емес екені осы жерде көрініп тұратын болады. Блоктар бөліміне өтіп, бірінші кнопканы таңдап, когда кнопка 1 щелчок делать батырмасын басамыз. Және управление бөлімінен если то else батырмасын қойып, келесі біз жерде көрсетеміз, яғни егер флажок 1-ді бассақ, свет фона шығады деп. Флажок 2-ні бассақ, проверено, яғни тексеріс жүрді дегенді білдіреді. То текстке барып, присвоить текст батырмасын алып келеміз. Текст 1 және текст батырмасын басып, полеге жазамыз. Жауабы дұрыс. Дұрыс жауап. Текст 1-ге барып, присвоить цвет фона дегенді аламыз. Бұл жерде цвет фона, яғни дұрыс болғанда бізге мына жерден цветадан таңдаймыз жасыл түсті. Яғни дұрыс жауап болса жасыл түс болып жану керек. Дәл осы алғандарымызды көшірмесін аламыз. Яғни осылай болғанда әйтпесе келесі әрекеттер орындалады. Копию. Бұл жерде дұрыс емес жауап деп жазамыз. Яғни дұрыс емес жауап. Және цвет қызыл болады. Осылай орындап болғаннан кейін енді кнопка 3-ке басамыз. Когда делать кнопку? Когда кнопка 3 щелчок. Кнопка
басқаннан кейін управление бөліміне барып открыть другой экран, название экрана батырмасын алып келеміз және бұл жерде скрин 2, яғни екінші бетті ашамыз. Енді бізде бұл скрин екінші беттікі, скрин 1-дікін жасап жіберек. Бұл жерде блок болады, кнопка, когда кнопка щелчок делать батырмасын басып, управлениеге өтіп, открыть другой экран название. Бұл жерде бізде скрин 2 болады. Енді бізде подключиться помощник айға өтіп, жұмысымызды жасайтын боламыз. Нәтижесін көреміз.